Жидектерді кім өсірді? Бір күні кішкентай қыз бала далада ойнап жүріп, шөп арасынан қып-қызыл жидек тауып алады. Бірден қызығып жеп алады да: «Жидек, рахмет саған», дейді. «Сен неге маған алғыс айтасың?» деген нәзік үн шығады. «Бұл кім өзі?» дейді қыз шошып кетіп. Осы кезде айналасынан алма-кезек түрлі дауыстар шыға бастайды. «Мен сумын. Мен ол жидекті суғардым. Соның арқасында ол үлкен әрі тәтті болып өсті», дейді біреу сыңғырлай. «Ал менше, маған кім алғыс айтады?» деген тағы бір жуан дауыс шықты гүрілдеген. «Бұл кім?» деді қыз жан-жағына қарап. «Кім болушы еді? Мен жермін, жидекті топырағымда өсірдім, қоректендірдім». «Маған да рахмет айтуларың керек. Менің сәулелерім болмаса, оны кім жылытып, қып-қызыл етіп пісірер еді?» деп дауыстады күн. Қыз ойланып қалды да: «Жер, су, күн, барлығыңызға да рахмет. Сіздердің арқаларыңызда мен тәтті жидек жедім», деп иіліп алғыс айтты.